Әй қыз, тез жинал, үйге кетеміз. Бұндай жетімге қызымда тегін бергенше байсыз ұстап отырғанымның өз артық. Ел жұрттың өсек сөзі мені өлтіріп болды деп, қара кемпір қызына бағанадан бергі айтып отырған әңгіменің соңғы түйінін зіл тастап, бұйрықпен айтты. Бұның әңгімесін елемегендей Нағима да бір нүктеге қадала қарап, ойланып отырған. Енді шешесінің шындап кетіп бара жатқан сыңайы бар. Тамағын қырнап, шешесінің бетіне тіктеп қарады да: «Мама, мен ешқайда кетпеймін, осында қалам», деді. «Сол қожын, төсек орын дегендеріңді қоя салыңдаршы. Сендерге біздің бақытты болып кеткеніміз жетпей ме? Сен албасты не оттап отырсың? Мен сені қайдағы бір жетмекке қатын болсын деп туғам жоқ». Қара кемпір енді қатуланып сұрлана түсті. «Мама, мені де төсінші. Мен бір бара алмаймын. Кішкентай баламмен қайда барып сиямын. Одан да осы жерде өлгенім артық». «Болды, көп бұлжырама. Бұл бір жағы ғана. Екіншіден, менің әкеңнің өзі жіберіп отыр. Кешеден бері қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Мана таңертең маған сені етіп келші, сені көргім келіп тұр деген», деп қара кемпір қызын алдағы көшті. Бағанадан бері қызына сөзін өткізе алмай қорланып отырған қара кемпір бұл сөзді тауып айтып, қызының жүрегіне жететін жалғыз сөз осы екенін білгенде, ішінен өзінше мәз болып, сейсініп, сайқалдана күлді. Расымен-ақ мына сөзді естігеннен кейін қызы босаңси бастады. Бір уақытта Нағима отырған күйі еңіреп жылап жіберді. «Әкеңнің халі сондай қиын. Жүр қызым, тезірек жетейік», деп қара кемпір қызын өтірік шұбатқансып, арқасына құлай өрілген қос бұрымын сипалады. «Қадырды қайтеміз. Ол жұмыстан кешке келеді ғой. Соны күтіп бәріміз бірге барайық», деген Нағиманың сөзіне шешесі іле жауап берді. «Қой қызым, ауру әкеңнің жағдайын тезірек барып сұрағаның абзал. Қадырға тез жет мен хат жазып кетейін». Аяғын сылти басқан қара кемпір қара тоны мен пимасын киіп, қызын тезірек шығуға сықтырды. Кішкене шәмілін қалың көрпеге орап жатқан Нағима мынандай суықта балаға суық тигізіп алмаймын ба, деп ойлап қойды. Бір қолына үлкен қара құлыпты ұстаған қара кемпір сықырлаған есікті ашып, бөбегін көтерген қызын сыртқа шығарып жіберді де, жалмажан үйден өзі жазып алып келген алақандай қағазды қалтасынан суырып есікке мұқияттап қыздырып қойды. Енді өзі қызының алдына түсіп, ауылдан ұзап шыққанша асықты. Аппақ көрпе жамылған мидай жазық кең дала. Меңіреу тыныштық. Оң жақ қапталда сәл ғана биіктеу қырат жоталар қараутады. Бүгінгі күннің ызғарда басқа күндерден асып түсті. Шатырлаған сараястың адам түгілі темірді де қарып жіберетін түрі бар. Мынандай сарышына аязда бұл далада еш тіршілік белгісі де байқалмайды. Тек бұл соқты елеме еш тіршілік есі баяу қозғалып келеді. Бірақ аяғымен жер басып келе жатқандар екеу. Олардың бірі көрпеге оранған жас сәбиін көтеріп келе жатқан Нағима. Ал екіншісі түндегі ішкен арағынан басы зеңіп, аяғын әзер басып келе жатқан Нағиманың шешесі қара кемпір. Бұл кемпірдің қызын үйіне қарай алып бара жатқаныңда үлкен сыры бар. Кеше бұны ауылдың басында тұратын Шайым кемпір құдалыққа шақырған. Бар пәле, сол құдалықтың құдалар кетіп, бұлар өздері жеке дастархан басында отырған кезде басталды. Құдалықты ыңшыңсыз өткізіп, құдаларын аман-есен шығарып салған Шайым кемпір арқасынан бір жүгінің төскенін сезініп, деп, жеңілдейіп алды да: «Әкел шынды суларыңды. Барлық кемпірлерге құйыңдар», деп бұйрық беріп тастады. Мас болған кәрі атаулы олап-шулап өлең айтты. Одан да шашады. Кезек ауылдың паш-паш өзегіне тигенде ең бірінші нысанаға ілінген осы қара кемпір болды. «Әй, қара кемпір, сенің ана жалғыз қызың әлгі көрші ауылдағы жетім жігітке байға тиіпті деп естідік. Содан бері алдыңа өздері ғана сопайып келіп кетті» дейді. «Сонда сенің құдаңда құдағиыңда күйеу балаңда сол жетмек пе?» деп шағыр көз бүкірбел Ғайша бұған тесіле қарады. Ішкен арағының буы бойына тарап, мына сөзді естігеннен кейін бұрқ еткен ашуы бетіне білініп, төксие қалған қара кемпір:
Заман өзгерген сайын сол қыздарың бізді таңдаудан да қалған жоқ па деп ақталғандай болды. Өз қызы өз шешесін тыңдамау деген не масқара. Ондай албастының шашын уыстап жылу керек қой. Неге байынан ажыратып алмайсың? Жетім күйеу балаң болғанша оның байсыз отырғаны 10 есе артық емес пе? Деп қалың кемпір бұған дүрсе қоя берді. Ертең сол сайқалды байынан бөлбай келмесем, шешесі болмай кетейін деп ашуланған қара кемпірге олар басу айтудың орнына: сөйт, сенің қызың сұраусыз жатқан зат емес қой, деп өрттің үстіне одан ары май құйды. Әңгіме одан ары басқа тақырыпқа ауып кете барды. Бірақ қара кемпір өзінің қызына қатысты әңгімеге араласқан Ғайшаның ішінде бір есеп жатқанын сезген жоқты. Ғайшаның кіші қызы қара кемпірдің күйеу баласы Қадырды сыртынан көріп ұнатып қалады. Жастайынан шешесінің еш сыр жасырмай айта беретін қызы Ғайшаға өзінің жағдайын мәлім еткен. Ал Қадыр болса Нағимаға сөз салып, ақыры соны алып тынды. Бұның кіші қызына көз қырында салмады. Қызының талай түндерді ұйықтамай жылаумен өткізгенін көргенде Ғайша Қадырға деген ызадан жарылып өле жаздайтын. Содан бастап ішінде бір кек пайда болды. Шайым кемпірдің құдалығында қара кемпірдің қызы мен жетім күйеу баласына қатысты әңгіме болғанда да осы Ғайша шоқтың көрігін одан әрі өрлей түскен еді. Азғырық жел күшейіп, бойының суына бастағанынан сезінген қара кемпір үйіне тез жетудің қамын ойлап, қызына: жотаны айналып 3:40-дан асып түссек, 2 сағаттың айналасында жетіп барамыз. Сен қалай қарайсың, деді. Маған бәрібір, өзіңіз біліңіз. Бар есіл дерті баласын өстіп қалмау жолын келе жатқан Нағима шешесіне құлықсыздау жауап берді. Қыстың күні көрші жатқан екі ауылдың арасындағы байланыстар үзіледі. Бірен-саран адамдар атпен қатынағаны болмаса, көлік атаулы мүлде тоқтайды. Жаяу жалпы жүрген адамдардың өзі қара жолда шағалап әрең жететін. Екі ауылдың ортасын бөліп жатқан 3 жотаны асып келе салуға да болады. Онда жолға тіпті аз уақыт жұмсалады. Бірақ жоталардың арасында қасқыр өріп жүретіндіктен аса қауіпті. Топ аттағылар ғана осы жоталарды кесіп өтіп қатынайды. Ал жалғыз әрі жаяу жалпы адамдар өліп кетсе де тобылғысы мен тораңғысы қалың сай шыралардан өтуге бел буған емес. Қара кемпір осының бәрін ойлап келе жатса да, әлі бойынан арла қоймаған түндегі тентек судың буынан өзіне өзі тәуекелдеп қойды. Бар жантан мен сәбиіне езіле қарап, қайғысы сәбиін аман-есен жылы үйге жеткізу болып, бұның соңынан ентіге басып келе жатқан Нағимаға бұрылып та қарамай, сылти басып кетіп барады. Екі жотаның қалың тобылғысы мен тораңғысы әр жерге топтаса өскен шейі мен кендір қорайын басып өтіп, енді соңғы жотаға іліне бергенде ұлаған қасқыр даусы екеуін еріксіз арт жаққа шалт қаратты. Аяқ қол діретіп артына шошына қараған қара кемпір екінші жотаның басында шоңқайып отырған қасқырға көзі түсті. Құдай сақтай көр, деп қара кемпір енді шынымен ақ қорқа бастады. Артына қарап мелшиіп үнсіз қалған қызының қолынан жұлқа тартып, ақырғы жотаның төбесіне қарай жүгіре жөнелді. Төбенің басына зорға шығып, қызына байқатпай төменге көз тастап үлгерген қара кемпір қасқырдың етекке ілінгенін көрді. Нағимада ес жоқ, қоп-қу болып, бозарып кеткен түрінен адам шошырлық. Бұлар етекке ентіге жеткенде алдарынан ауылдың ағаш басқан қарасты көрінді. Бірақ бұл кезде қасқырда тым таяу қалған. Өмір мен өлім, ар мен ажал бетпе-бет кездесе кеткендей, енді үшеуінің біреуі мына қасқырға жем болуы керектігін сұм дүние аңғартып ақтыр. Қасқыр жақындаған сайын етектеріне, сөріне қабына, аяқтарының тиген жеріндегі қарларды жан-жаққа шашырата, арт жақтарына әлсін-әлсін қарап қойып жанұшырып жүгіріп келе жатқан екеуі қайта-қайта қалың қарға құлай берді. Қасқырдың біреуін жемтік етпей тынбайтынын жан дүниесімен түйсінген қара кемпір енді кім қалу керектігін саралай бастады. Өзім қалайын ба деген ойға ішінен біреу жоқ, атай көрме деп жауап берді. Әлде Нағима ма? Әлде. Бұлардың соңынан қалмай келе жатқан бүкіл қойшы атаулы зол деп атап кеткен қаншық қасқыр еді. Ауылдың малына қарғида тиетін жеті қасқырдың басшысы осы Зуыл.
Жетеуі бас қоса бұлар алмайтын қамал жоқ. Екі ауылдың ортасындағы үш төбенің осы шетеуі билейді. Жорыққа аттанар алдында бәрі ортаңғы төбенің басына жиналып, дөңгелектене отырып, аспанға қарап ұзақ ұлитын. Содан кейін бәрі кезекті жорықта қай бағытқа аттанамыз дегендей золға қарайтын. Әдетте қасқыр екештердің жазылмаған заңында өз қарамағындағы жерлердің малына тиісу деген жоқ еді. Бірақ сол түні зол алтауын ертіптіге ауылға қарай тартты. Топ қасқырды көрген ауыл иттері үйшіктеріне тығылып, қыңсылай жан сауғат тіледі. Талай қорадағы малға қыран құстай түйілген, жеті қарақшы деп аталған жеті қасқыр сол түні отала жүгірген адамдардан қаймығып, ауылдан жылыстап шыға берді. Ит қосып айтақтап жүгірген жаяу жалпы аттысы бар адамдар да бұлардан қалмайды. Әсіресе астына қарабесті мінген, қолында қайың шоқпар, жетегінде бойы бұлардан әлдеқайда биік сұңқар деген қазанбас төбеті бар жігіттің жасындай жарқылдауы бұларға қаты тиді. Барлық қасқырды алдыға жіберіп, өзі ең соңынан жүгіріп келе жатқан арлан қасқыр өзінің құрбандыққа ұшырайтынын білген жоқ. Қапталдаса келіп, тамағынан кір жеткізіп тісін қадаған сұңқар арланды өзіне қарай тартып қалды да, бойынан асыра жерге алып ұрды. Төрт аяғы көкке қараған арланның тамағын екі-үш рет көтерлетіп шайнап қоя берді де, қалған қасқырлардың соңынан түсті. Тамағы қырылдап, орнынан тәлтіректе тұрған арлан қарабестіге мінген шомбал қара жігіттің қайың шоқпарына тап болды. Құлаштай ұрған шоқпар арланның бас сүйегін сындырып жіберді. Ыр етіп даусы шыққан арлан тұрған орнына қайта құлады. Қалған қасқырлардың тура соңынан түспей, сол жақтағы жотаға қарай бұрылатындарын білген сұңқар бұларға қапталдаса жүгіріп келеді. Енді жотаға қарай бұрылып қашып құтылмаса, кең жазықта бәрінің де терісі сыпырлатынын түйсінген топ алдындағы зуыл солға қарай бұрыла берем дегенше, сұңқар бұның артқысан қауіп түсті. Қиралаң етіп артқа қарап сұңқардың құлақ шекесіне азу тістерін қадамақшы болған зуылдың сақ еткен тістері ауа қармады. Бірақ арт жақта жүгіріп келе жатқан бес бала арланның бірі сұңқармен алыса кетті. Сол сәтті пайдаланып зуыл зытып отырды. Өзінің апанына зорға жеткен зуыл көп уақыт бойы қалған қасқырларды тосты. Бірақ бірде-біреуі келген жоқ. Сұңқардың бір өзі үлкен арлан мен екі балаң арланы шайратқан. Қалған үшеуі қатарласа атылған бес мылтықтың оғын ашты. Жылынып түскен сан етінен аққан қанды жалай-жалай зуыл таңды көзбен атырды. Алтауының да енді келмесін сезген қаншық апан ішінен күні бойы шықпай жатты. Тек бүгін ғана шұрқыраған қарнына тіске басарлық бірдеме іздеп шыққан ол өздерінің қас жауы мына екі адам баласын көрді. Қаншық қасқыр енді бұларға тым тақай түсті. Үшеуінен басқа бейне бір төртінші жан иесі бар сияқты қара кемпірде жан-жағына алақ-жұлақ етіп қарай береді. Анда-санда ұйтқи соққан саршынақ аяқта кемпірдің құлағына төрігінен көрің жоқ, қал деп сыбырлап жатқан сияқты. Бірақ қара кемпірдің бұған тәуекелі жетпеді. Тақап қалған қасқырға кімнің жем болғысы келсін. Дереу үстіндегі қара тонын шешіп, артқа қарай лақтырған қара кемпір аз уақытта тонның дырт-дырт етіп айырылғанын естіді. Бұл кесе әбден әлсіреген байғұс Нағиманың есі кіресілі шығасыл еді. Кішкене Шәмілін кеудесіне тасқып қасқан күйі шешесінің қолынан ұстап жүруге ғана жарап тұр. Қос құлағы тарс бітіп көзінің алды тұманданып кеткен. Сол тұманның ішінде Қадыр екеуі бірін-бірін таппай адасып жүрген сияқты ма? Қалай өзі? Екеуінің де дүрсіле соққан жүректері алқымдарына тірелді. Тек қамсыз ұйықтап жатқан Шәміл ғана еш жамандықты сезінбей бейкүнә жатыр. Қара тонды қағайырған қаншық бұлардың соңынан ызалана ұмтылды. Енді қашып құтылмасына анық көзі жеткен қара кемпір шапшаң қимылдап Нағиманың қолындағы Шәмілді жұлып алып, шоқ шидің түбіне тастай салды. Тілі байланып өн бойын билеген қорқыныштан дір-дір етіп, баласына деген мейірім мен аналық махаббаттан арыла алмай, екі көзге ерік берген Нағиманың қолынан жұлқылап, жүр. Басың аман болса әлі талайын туып аларсың. Тағдырдың маңдайыңа жазғаны осы шығар деп сүйрелей айтқан шешесінің сөздерін қызы естімеді.
Алға қарай ентіге басып біраз жерге жүрген кезде қара кемпірдің құлағына Шәмілдің ақырғы мәрте шыр етіп шыңғырған даусы шалынды. Баласының соңғы даусын естіген Нағиманың ішкі жан дүниесі астан кестең болды. Жауыз қасқырдың баласын ары-бері жұлмалап, қызыл қанның ақ көпік қарға атқылаған жатқанын көрді. Бұл сәтте Нағима шешесінің қатты сүйрелеп келе жатқанына қарамастан артына қарап үлгерген еді. Ішкі дүниесі мен санасының сан түпкірін шарлаған даладағы азғырық желден әлдеқайда артық дүлей дауыл кенет кілт тоқтады. Ештеңе болмағандай. Бәрі тыныштық күйге ауысты. Кенеттен қарқылдап күліп жіберген қызына Қара кемпір жалт қарады. Даладағы дүрбелеңді көзімен көрген жас келіншек шынданып кетті. Етектеріне сүріне қабына алқынып жеткен қызы мен кемпірін көрген Дөтбай ақсақал ештеңе түсінген жоқ. О, мына жүрістерің не? Сен неге аязды күні қызыңды жас қоздай шетелеп жүрсің? Енді ақсақал жүзін көздері шарасынан шыға жаздап бақырайып, түк естімей меңіре болып тұрған қызына бұрды да: сендерге не шын көрінді? Айтсаңдаршы. Қадыр қайда? Шәміл қайда? Деді. Шәмілді ана жақта, қасқыр. Не дейсің көк соққан неме? Деп Дөтбай қолындағы өрім қамшымен кемпірін бастап бір тартты да атына қарай жүгірді. Қара кемпірдің бетінен бұрқ ете түскен қызыл қан төмен қарай жылжып түсе берді. Өзінің не істегенін енді түсінгендей Қара кемпірде мәңгіріп тұрып қалды. Әкесінің мылтығын ала сала ерттеулі тұрған қара айғырға қарғып мініп, сыртқа қарай шаба жөнелгеніне алғашқыда түсінбей қалған Сәлім бір сұмдықтың болғанын сезді. Үйге кіре сала екінші қос ауызды алып, қорада тұрған байталға жайдақ мінген Сәлім әкесінің артынан лесе шапты. Ауылдан жарты шақырым ұзап шыға бергенде қарауытқан қасқырдың сұлбасы да көрінді. Бұл кезде аттың дүбірінен жалт етіп, басын көтерген қаншық зуыл екі аттың өзіне қарай шауып келе жатқанын көрді. Асын тастап, жотаға қарай тікесінен тартты. Сәлім мен Дөтбай қаншық қасқырды бір сәттен сына қалды. Гүрт етіп атылған қос мылтықтың үні тып-тыныш тұрған кең даланы жаңғырта естілді. Әкелі балалы болып қосарланып атқан екі оқтың бір ғана қаншық қасқырдың зуылдың алдыңғы аяғына тиді. Сай сүйегін сырқыратып жіберген оқтың алдыңғы аяғын жарамсыз етіп тастағанын сезінген зуыл енді қашқаннан пайда жоқ, одан да алысып өлейін дегендей артына бұрылып өзіне қарай шауып келе жатқан шомбал қара жігітке қарсы қидалаңдай ұмтылды. Қос аузын қайта оқтап үлгерген Сәлім өзіне қарсы ұмтыла жүгірген қаншықты дәл бастан көздеп басып қалды. Еш оғын шығын қылмайтын Сәлім қасқырдың басының күл паршасын шығарды. Қаншықтың денесінің жансыз қалғанын көргенде барып, атының басын кері бұрды. Өзімен қатарласа шауып келе жатқан әкесінің аттан аударылып төсіп қалғанын бірдей атылған қос мылтықтың көк түтінінен байқамаған екен. Артына бұрылғанда барып әкесінің жерде сұлап жатқанын көрді. Баласы екеуі қасқырды бірден санаға алып ата берген кезінде Дөтбайдың көзі қызыл қанға боялып жатқан ақ көрпеге түсті де жүрегі шымыр ете қалды. Қолы сәл қозғалып кетті де шүріппені басып жіберді. Оғының дәл тимегенін білген Дөтбай мылтығын қайдадан оқтай бергенде топпы бөскен шүй түбінде жатқан немересі Шәмілдің басын көрді. Зырқ еткен жүрегі бұлқынып барып тынышталды. Жансыз дене аттан аударылып түсе берді. Әкесінің өлі денесін атына артып, жиені Шәмілдің басы сүйегін ақ көрпесіне орап көтеріп, дауыс салып, жылап келген Сәлім Нағиманың жылы пеш түбінде әр нәрсеге бір қарап, сақлақтай күліп отырғанын көргенде есінен ауа жаздады. Әкесінің не себепті жан тапсырғанын Сәлім біле алмай дал болды. Өйткені бұл кері бұрылып келгенше қара айғыр шегіншектеп жүріп, жерде жатқан Шәмілдің басын шөй түбіне қарай теуіп жіберген. Қайнатасының дүние салғанын естіртпек болып, Қадырдың үйіне барған Сәлімнің көршісі Нағимамен 11 жыл бірге оқыған Жаныс ол жақтан да қаралы хабар әкелді. Үйінің есігінде қарақылып тұрғанын көріп, атын қораға кіргізіп байлап, көршілердің біріне айтып шықпақшы болған Жаныс қораның есігін ашқан сол еді. Аты үріккендей сыңай танытып, бұның қолындағы жүгенді жылқы жөнелді.
Денесі селкете түскен жанысы алдында бой ұзарып кеткен өлі денені көрді. Асылып тұрған өліктің аяғының астында алақандай қағаз жатыр. Қағазда сен сияқты жетімге қызымды бергенше оны байсыз ұстап отырғаным артық. Мен қызымды әкесінің шақыртуымен алып кеттім. Артынан іздеп келмей-ақ қой, Зағипа деген жазулар бар болатын. Сол жазулар жас жігіттің өліміне тікелей себепкер және жалғыз куәгер еді. Дөтбай қайтыс болған күннің ертесі жоғалған Нағиманы іздеп кеткен бір топ атты адам оны баяғы ши түбінен тауып алды. Аязда сіресіп қатып қалған өлі мәйет жас нәрестенің басын құшақтаған күй құлапты. Шәмілім, шәмілім деп төсінен шошып оянған Нағима ешкімге байқатпай үйден жалаң киіммен түнде шығып кеткен. Содан қатыгез шешесінің баласын қолынан жұлып алып ши түбіне тастап кеткені есіне түсіп, шәмілім өсіп қалатын болдау деп жаны ұшыра солай қарай жүгірген. Қан-қан болған қарды көріп өзінің шашын жұлып бетін тырнаған Нағима ши түбінде жатқан Шәмілдің басын құшақтап өкіре құлады. Үйіне үшінші өлікті алып кіргенде қара кемпір әзәзіл ұсынған харам судың әсерінен өсек сөзге еріп қиянатқа барғанын түсінді. Елден жырақталып төргүйдегі сандықтан жарамсыз болып қалған екі домалақ дәріні оның артынан тағы да уақыты баяғыда өтіп кеткен екі сұйық дәріні ішіп алды. Орнынан тәлтіректей көтеріліп адас-аяқ тұратын серванттағы сірке қышқын түгелде жұтты. Ішінің күйіп бара жатқанын ғана сезген қара кемпір жанындағы кереуетке етпетінен құлай кетті. Содан кейін қайтып тұрған жоқ. Қызғанышпен айтылған бір ауыз сөзден үйлі жандардың тегістей о дүниелік болатынын шағыр көз Ғайша білді ме? Айналаны нұрға біліп тұрған ақ күнді қара пиғылды қиянат түні жеңіп келе жатқандай.